Так, мынау бізде ұрғашы қара құрт. Мынаның қазір арқа белінде несі бар? Ақ жағы бар ғой, көріп тұрсыздар ма? Осы 6 рет түлейді. Қызыл болады, ақ болады, сары болады. Айналып келген кезде шым қара болады. Сол кезде бұл жұмыртқаға басып бастайды тіләға орап балдарын. Сол тіләнің ішінде 1200-2000 қара құрт болады. Қазір мынау бізде түлеу сәтінде жаңа баласын өлтірдім. Осындай ақ арқасы. Шешесін өлтірдім міне. Мынау уже шым қара. Бір-бірін жейді бұлар. Қазақтың жалпақ тілінде айтқанда жесір деп айтылады. Қара жесір деп айтылады. Яғни өзінің еркегін жұмыртқалаған кезде жеп қояды бұлар. Сол үшін қара жесір деп айтады. Балдардың аяқ киімінде жүр міне, сақ болыңыздар. Аяқ киімді киерде далаға шешіп қайтып келер кезде қағып киюлеріңізді сұраймыз. Тіпті өзім қорқып жүрмін, күнде ортасында жүрсем де өзіміз қорқамыз. Бұлт шағады.